Сонда қайтып келмейді дейсіз бе қалпына? Үміт өте аз. Бірақ мен қыздың қайтадан бокске баруына қарсы болатын едім. Ал егер емделіп, өз-өзін жақсылап күтсеші? Әрине болады. Бірақ егер де тағы да бір рет жарақат алатын болса, қыз инвалид болып қалуы мүмкін. Түсінікті. Жақсы онда. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Кеттік, Зарина. Ағай, сіз мені тастамайсыз ғой, ә? Қолым жазылған соң тренировканы жалғастырамыз. Зарина, маған сенің денің сау, аман-есен жүргенің керек. Жастардың сүйектері тез жазылады ғой. Сенің мүгедек болып қалғанды қаламаймын. Сол үшін тәуекелге барғым келіп тұрған жоқ. Туф, ағай. Неге үйтіп айтасыз? Өйткені дәрігер солай деп жатыр. Сенің мына жарақатың өте күрделі. Значит, басқа дәрігер табайық. Зарина. Ағай, қалай түсінбейсіз? Бұл менің арманым. Мен бокссыз өмір сүре алмайм. Ренжіме, мен ештеңе істей алмайм. Заратай, мынау шөптен жасалған шай іш. Жалбыз қосылған. Тынышталасың. Апа, маған шай көмектеспейді. Бәрі бітті. Олай деме. Сенің бар өмірің алдыңда. Өмірде әлі талай қызықтар болады. Сен өзіңнің ұнататын жолыңды таңдайсың әлі. Бірінші жарысым ғой менің. Ең алғашқы жеңісім. Әр істің өзінің қайыры болады, балам. Сіз не жайлы айтып отырсыз? Енді бокс қыз баланың ісіме айтшы. Боксты тастасаң, тым құрығанда нәзік қыз болып жүресің. Жақсы жігітті жолықтырсаң, тұрмысқа шығасың, бала сүйесің. Солардың мұрын боғын сүртіп, алқаш кеудің қорлығына шыдап мама сияқты ішіп кету ма? Осыны сіз әр нәрсенің қайыры бар деп тұрсыз ба? Жоқ, олай болмайды. Неге енді бәрі мұрындықтар мен ішкіштер болу керек? Мен бәрібір бокс тастамайын. Ағай мен дәрігерлер не айтса да мен рингке қайттан барам. Рахмет, апа. Гүлдер, шығып тұрсana баланың аузын. Онсыз да басым сынып тұрады. Сонымен, мынаны қалай түсінуге болады? Егер сен білмесең айтайын, мұның аты гипс. Сен менің жыныма тиме. Онсыз да, сен ана интернетті мына мойныма масыл болсын деп алып келген жоқ, мынаны ауру шешеңе көмектессін деп алып келдің. Ей, сенің ойыңша мен мынаны әдейі сындырдым ба? Маған ана аузын жаппай жылап жатқан балам мен шешең де жетеді. Енді сен қал дедің. Уайымдама, мен сенен бірде-бір тыйына алмайм. Мынау саған. Тамаққа. Сен ақшаны қайдан алдың? Ұрлап алдың ба жоқ, тағы есірткі сатып жүрсің ба? Еңбектеніп таптым. Бұл менің жарыстан бірінші орын алған үшін премия. Өздерің айтпақшы, сендердің мойындарыңа мініп алмайм. Мына гипсті шешкенде сразу боксқа оралам. Жетпеген сол еді. Сен ғана қалған миыңды қағып алып екінші қолыңды сындырсың ба?
Сен баяғыдан жақсы ұратын болыпсың. Не, реально, рингта четко тұрмысың. Сен менің бойымды көрдің бе? Иә, балдармен бірге көрдім. Ағам сені ұтылады деді. Алдастан ұтады. Сөйтіп екеуі спорлас қалды. Қуасыңдар. А сен не дедің? Қолың қалай? Нормально. Кешірім сұрағым келмей ме? Не үшін? Енді біз баяғыдан доспыз. Ал сен алдына келдің де аузыңа отырып кеттің. И чё? Өздерің кінәлісіңдер. В смысле? В прямом. Ерігіп жүресіңдер уақыттарын босқа кетіріп. Мысалы айтшы, осы уақытқа дейін бір нәрсе бітірдің ба? Условно сұрап алдым. В смысле? Да, там, короче, паркта бір баланы ұстап алғанбыз. Там мен тың. Ал мен дастан қашып кетті, аны ұстап. Условно сұрап. Енді не істейсің? Парктегі балдарды ұстамаймыз. Дастан жұмысқа тұрды. Хотя біреуіне ақыл көріпті ғой. Оның мамасы айтып қойды. Енді қандастар үшін техникумда оқуын тастап отыр. Мен білмедім. Конечно, сен уақыттарын құр көрсетсең достарымен араласпайсың ғой. Иә. Как раз бір жерге баруым керек еді. Бар. Сонымен не айтқың келді? Ештеңе. Давай. Жай сені көргім келді. Ағай, тезірек. Сәл асықпа. Қазір қолымды кесіп алсам тағы да. Сүйегің жақсы бітіп келе жатыр екен. Мен ойлағанымнан да тезірек. Білесің ол неден? Неге? Сенің себебі сүйегің өте жас. Сондықтан. Білем ағай, айттым ғой мен сізге. Асықпа. Аха. Тезірек. Міне, аз қалды. Аз қалды, сәл шыда. Гипсті шешу, ол жарты жұмыс. Одан кейін сен қолың бейімделу керек. Буыныңды бүк. Асықпа. Жұдырығыңды. Қолыңды бүк. Міне, жазылып қалды. Асықпа, қазір мен саған дәрілердің тізімін жазып берейін, жарай ма? Ағай, болды ма? Бара берейінші. Қайда асығып бара жатсың? Айтпайым, ұрсасыз. Екеу. Осыны күнделікті қабылдап жүр, жарай ма? Рахмет ағай. Сау болыңыз. Жігіттер. Өткендегі боксер орындап жүрген жындығыз емес па, я? Иә, дәл өз. Қалайсың, сестренка? Ұлдар өсті мощный екен жігіттер. Сен чё, чемпион болдың ба? Скоро? Қалай скоро? Келсе, көреміз. Давай, шықсай. Болды, жеңілді, пас. Стойға тұрып өпті өз. Қош сен де. Мына тұр мен сені бір аударылма барады сияқты. Ой, ондай емес. Привет! О, Дина! Сәлем, Зара.
Қолың қалай болды? Бәрі мен боксқа келмейтін шығар деген. Қаш көрсетсем. Очуға қойғайды? Ағай жұмыстан шығып кетті, сен естімедің ба не? В смысле, қашан? Сенің жарысын біте сала, қолың сынғаннан кейін. Сен ағайдың адресін білесің ба? Жоқ. Давай. Давай. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз Зарина. Ағай маған Әділбек Тимурұлының адресін беріңізші. Кел отыр. Қалай? Кебісті шешкесіз бе? Оның қалай? Баяғыдан да жақсы. Ағайым неге кетіп қалды? Сіз оны шығарып жібердіңіз ба? Жоқ, керісінше. Өз еркімен ары жаста менің өтінгеніме қарамай шығып кетті далада. Неге? Мен қолым сынған үшін бе? Мен өзім кінәлімін. Зарина, қызым, айналайын. Мен оқушыларға тренерлерінің адресін бермеймін. Ағай, пожалуйста. Мен онымен сөйлесуім керек, оны қайтару керек. Ол мені чемпион қылдырам деген. Чемпион? Несі бар? Рахмет, ағай. Бірақ сен қайтарады деп үміттенбеймін. Егер келетін болса, мен қуана қарсамын. А мен просто так берілмеймін. Қызық қыз. Сен мені қайдан таптың? Сіз неге жұмыстан шығып кеттіңіз? Қол қалай болды? Ағай, егер өзіңізді кінәлі сезінсеңіз, ондайды ойламаңыз. Мен тірімін, тренировканы жалғастырғым келеді. Тек сізбен ғана. Зарина. Бәрі сен ойлағандай оңай емес қой. Сізге не болған? Сіз түсінбей отырсыз ба, мен кетпеймін. Менің басымнан бір жағдай өткен. Мен оны есіме де алғым келмейді. Менің шәкіртім болды. Болашағы үлкен спортшы қыз еді. Бокс десе жанып тұратын. Тура сен сияқты. Мен оны 5 жыл тренировать еттім. Жаттықтырдым. Сөйтіп оның ең алғашқы кәсіби турнирі болды. Басында жақсы жұмыс істеп бастап, жеңіп келе жатқан бәрін. Аяқ астынан нокаут. Соперницасын нокаутқа жіберді ма? Жоқ. Өзі нокаут алды. Артынан комаға түсті. Басына қан құйып кетті. Екі күннен кейін қайтыс болып кетті. Сіз сол үшін мені тренировать еткіңіз келмеді? Иә. Басында тренировать еткім келмеген. Ал қолым сынғаннан кейін вообще жұмыс істегім келмей қалды. Білесіз ба? Қолым гипста болғандан тренировканы жалғастырдым. Есің дұрыс па сенің? Сен өзіңе зиян келтіруің мүмкін еді ол. Вот соның жанында болып айтуыңыз керек еді. Сен калека болып қалсаң қайтер едің? Ағай, мен чемпион болғым келеді. Көмектесуіңіз керек еді, ал сіз тастап кеттіңіз.
Анау қайда? Зарина ма? Иә. Магазинге жібердім, не болып қалды? Сен мынаны көрдің бе? Сенің қызың күнделік жүргізеді екен. Дневник самоконтроля Зарины Сакеновой дейді. Сен оны қайдан алдың? Шкафтың ішінен тауып алдым. Ержан, сен не? Заринаның заттарын ақтардың ба? Менің ақшам жоғалды, білесің бе? Оны сенің қызың ұрлап алғанына сенімдімін. Ержан, сен ол ақшаны маған 2-3 күн бұрын магазинге бергенсің. Жарайды, ақшаны қойш. Сен ол мен туралы не жазатынын білесің бе? Мынаны қара, міне, қазір мен саған көрсетейін. Міне. Ержан козел дейді. Ол Бержан. Мен оны жек көрем. Мамам тезірек ол жындыны біздің үйден қуып шықса екен дейді, әне. Бұған не дейсің? Ержан, ол әлі бала емес пе? Қайдағы бала? Жарайды, мен онымен өзім сөйлесем. Ашуланбашы. Келсін, көреміз. Келді әне. Ержан, алдымен мен сөйлесейінші. Келіпті ғой бейшара қыз. Мен сияқты оңбаған өгей әкеммен бір шаңырақтың астында қайтып тұрып жатыр екен мына қыз. Түсінбедім. Сен интернаттан бекер алыппын. Сен мен заттарымды ақтарғансың ба? Ол менің үйім, не істесем де өзім білемін. Неге ақтарасың, а? Сен қайтадан интернатқа барасың. Бармаймыш қайда? Сен маған бірдеңе айтқың келіп тұр ма? Бұрын бол. Біз шешең екеуміз не айтамыз, сен соны орындайсың, түсінді ма? Ержан, мүмкін өзіміз... Немене өзіміз шешеміз? Мен қате айтқан кезім болды ма? Мен осы үйге келгелі бері сен арақ ішуді қойдым. Не ішемін, не жейін демейсің. Солай ма? Иә. Ал сен өзіңнің есер соқтастарыңмен жүруді қойдың. Ей, олар есер соқ емес, ол сен, Зарина. Мен ерегеспе деп ескерткем, саған өкілесің. Мам, мен ешқайда бармайым. Мен ары-бері лақтыратындай зат емеспін. Бар заттарын жина. Мам! Мен сені ешқашан кешірмеймін. О, Зара, сәлем, қалайсың? Привет. Не жүрсің? Оқыды. Түсінікті. Блин, жаңалықтар дейін бұлай жетіп жатыр, өзгерістер көп. Қазір обед береді, жүр айтам. Оған әлі осында ма? Ол бөлек әңгіме, айтсам сенбейсің. Короче, сені милициялар қалай ұстап алғанын білесің ба? Да, мен өзім ұсталып қалдым. Сені ұлан ұстап берді. Ұлан? Ол сені сөйтіп бошын алайын деді. Вот идиот. Қайда ол? Это наш директор. Саған не болды? Тыныш дейін, тамағымды жеші. Жаңа директор ма? Че бәрі тыныш? Сосын айтам, тыныш тамақ жеші. Да, короче, сен жоқта директор ауысты. А че бұрынғысына не болды? Интернатқа ақша бөлген кезінде соны жеп қойған ғой. Оны қоя берші. Жаңа директор тиранның өзі. В смысле? Интернат қазір интернат емес, түрме. Жататын уақыт тура сағат 9. Коридорда жүгіруге болмайды. Асханада сөйлесуге болмайды. Ереже бұзсаң соны ұрып тастайды. Қалай сонда? Ол сені ұрып қана қоймайды. Карцерге қамап тастайды. Қандай карцер? Қойма ғой. Ол жақта сен сусыз, тамақсыз жатасың. Сондықтан біз оны карцер деп атап кеттік. Капец. Білесің бе, ол жақта қазір кім? Ұлан. Сауап? Да. Сондықтан, Зара, тыныш жүреміз енді. Тесіп көрсін. Мен не босқа барып жүрмін ба? Зара,
Серьезно говорю. Керегі жоқ. Қойшы. Мен киініп келейін. Пробежка жасауым керек. Зара, ішке кіреміз, уақыт болды. Қас, тағы 15 минут. Айтқанымды ұмытып қалдым әйте, наказание алғым келе ма? Мен не істейтінімді өзім білем. Қырсық қадалып қалады екенсің. Сәкенова! Ішке! Ой, қазір. Не? Не дейсің? Сағат 7-те ішке кіру керек екен. Саған біреу ескертпеді ма не? Мұнда ереже бұрын болмады. Ережені жасайтын мына мен. Ал сен соны орындайсың. Ұқтың ба? Әйтпесе не істейсің? Әйтпесе не істейсің? Яқеңнің! Ай, жібер! Тұр қане ішке! Жібер дедім, сволочь! Жібер! Сені қалай жазалау керек екенін көрсетейін мен саған. Сволочь! Жібер! Жібер дедім! Кім міне! Бірер күн жатып, өз тәртібің жөнінде ойла! Кімімді! Ұқтың ба сен? Есікті! Аш есікті! Сволочь! Бейст. Кім келгенін қараңдар. Сағындың ба? Ответка қайтаруға келдім. Сен ба мені минуттерге ұстап берген? Сен өзің білерсің. Мен саған ескерттім. Менімен соғысты бастадың, қажеті жоқ деп. Ей, тұр. Тұр дедім мен саған. Давно күттім асын. Давай тұр, слабак. Не бұл қалды? Түрме бараш. Ей, қорқып қалдың ба? Ей, ұлан. Нормаш. Өтінем. Мен онсыз да әлсіреп жатырмын. Сенің не судорогың бар ма? Қайдағы судорога? Мен тамақ ішпегеніме 2 күн болды. Ана сволочь маған су да берген жоқ. Ача, сен мұнда көп боласың ба? Басқаларға қарағанда, иә. Ана сволочьты орындауың керек. Оны орнына қояды ешкім жоқ. Біреулерге айту керек. Кімге айтпақшысың, бізді кім тыңдайды? Еще шыдап жүре береміз ба? Еще чего? Не? Енді не істемекшісің? Көреміз. Аш! Аш дедім есікті, сволочь! Ұламында өлейін деп жатыр. Қареке, әуре болып қайтесіз. Неге? Сіздің не үшін келіп отқаныңызды білем. Менің қайтадан мектепке келгенімді қалайсыз ба? Ал солай болса ше. Бармаймын мен. Сізге айттым ғой. Әділбек. Бүткіл өміріңді осы жақсы көретін ісіңе арнап, енді тастап кеткен азаматтыққа жата ма? Сеніңше? Сәтсіздіктер кез келген адамның басында болады. Қалай түсінбейсіз? Мен балалардың өміріне жауаптымын.
қателік жасауға ешқандай құқым жоқ. Біреудің баласының өміріне қиянат жасағым келмейді. Бармайым да, барым да келмейді. Сен барлығын бір жерге тоғыстыра бермесеңші. Сенің шәкіртіңнің өлімі қайғылы кездейсоқтық. Заринаның жарақаты кез келген боксшыларда бола беретін құбылыс. Оған сенің ешқандай кінәң да жоқ, жазығың да жоқ. Содан кейін сенің өмірің бәрі жеңілістен тұрмайды ғой. Жеңіске таққан төсбелгілерің, қарашы мына. Шығарған чемпиондарың. Соларды кішкене ойлау керек қой. Содан кейін мен біле білсең, осы қызың сенің шәкірттерінің ішіндегі ең мықтысы. Үміт артар осы қыз. Жүр ғой әне. Көкелеріне, жәкелеріне семіріп солардың қолдауымен алған чемпиондар. Солар шын чемпион деп ойлайсың ба солар? Солардың бәрі мықты деп ойлайсың ба? Ана мына қызға қарашы. Әкесі түрмеде, шешесі алқаш. Жігерін қарашы. Өмірге деген құлшынышын қарашы. А сонда осындай қазақ жастарына біз көмектеспегенде, сонда менің кім болған, сенің кім болған? Айшы, түсіндірші маған. Осы жерге мен де саған сеніп келдім. Жарайды. Ойлан. Ал, өз тәртіптерің жөнінде ойландыңдар ма, балалар? Жоқ әлде, тағы да қамал қыларың келе ме? Ойландық. Жарайсың. Замира? Зарина. Кешір. Зарина. Ойландың ба? Ойландық. Тамаша. Балалар, сендер мен дұрыс түсініңдер. Мен сендердің жағдайларын жасайын деп тырысып жүрмін. Түсіндіре. Бұл интернаттың тәртібіне бағынып, үлкенді құрмет тұтудың ережесін ешкім сендерге айтпаған шығар. Оны сендерге мен үйретуім керек. Солай емес пе? Менің айтқандарымды орындап, интернаттың тәртібіне бағынсаңдар, бәрі жақсы болады. Ал егер де көтір баста. Жаза бұдан да қатты болады. Түсінді ме? Иә. Өте жақсы. Түсінді ме? Иә. Жарайсыңдар. Ал олай болса, балалар, боссыңдар. Зарина, күшті секіресің ғой? Боксты үйретті ма? Иә. Осы бокста секірудің не қажеті бар? Ахмақ. По идее, бұл самый кайфшатты. Серьезно. Зарин, Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, ағай. Көте тұршы. Неге келдіңіз? сөйлесуіміз керек. Мен сізді бокстан кетті ма десем? Я кетейін деген. Өткен жол сенің сөзіңнен кейін көп ойландым.
Сенің болашағыңа кедергі болмайын дедім. Сенің кәсіби боксшы және чемпион болуыңа мен көмектесемін. Бірақ сізге қалай сенем? Ертең бір жерім ауырып қалса, қайттан тастап кетесіз ғой? Жоқ, енді олай болмайды. Сен де мені ұятқа қалдырып едің ғой. Талатын ағай. Бірде бір. Онда жеп. Молодец. Короче, былай. Бұйырса, 2 жылдан кейін сен 18-ге келесің. Үлкен жарыстарға қатысуға ұсыныс бере аламыз. Қалай? Кайф ағай. Оған дейін 2-ші разряд алуым керек. Ол үшін біз 15 рет жеңіске жетуіміз керек. Онда не үшін тұрмыз ағай? Тренировкаға барайықшы. Кеттік онда. Я, Зарина, сен ерте келдің ғой. Я. Мам, мен саған бір маңызды нәрсе айтуым керек. Біздің интернаттың новый директоры бар ғой. Зарина, сен қарын ашқан шығар. Саған бірдеңе дайындаған жоқпын. Керек жоқ, мам. Бірақ ештеңе жоқ қой. Сен барып магазиннен бірдеме алып қойшы. Туф, тоқташы. Енді келдім ғой, тыңдасай. Тыңдап тұрмын ғой, бол енді. Маған қараш. Сен қайттан іше бастағансың ба? Жоға, есің дұрыс па? Өтірік айтпа. Мен сені ішіп алғанда қандай екенін жақсы білем. Оттама дедім. 2 жыл ішпедің ғой, не болды? Я, аздап іштім. Маған дәрігер давлениеге пайдалы деп айтқан. Сен қуасың ба? Саған 1 граммда ішуге болмайды, сен тоқтай алмайсың. Еще кішкентай балаң бар. Айғайлама маған. Қазір жанын шығарым. Ержан біле ма? Жоқ. Зарина, өтінемін, оған айтушы болма. Әйтпесе менің аямайтынын білесің ма? Енді саған басқаша қалай түсіндіре ма? Жарайды. Енді үшіші болмай уәде. Көреміз. Надо ем уже. Міне, мынау сүзбе өзім жасадым. Марқұм әжем осылай жасауды үйретіп кетіп еді. Рахмет, апа. Бірақ мен аш емеспін. Енді сен менің көңілімді қалдырмаш. Ең болмаса дәмі татып көрсеңші. Жарайды. Дәмді екен. Апа. Сіз білмейсіз ба? Ержан мен мама ұрыса ма? Ондайы жоқ сияқты. Естімедім. Оны неге сұрадым? Мамаға бір нәрсе болып жүрген сияқты. Сезем. Мына үйдің қабырғасынан бәрі естіліп тұрады ғой. Гүлнардың жылаған дауысын бір-екі рет естігем. Жылаған? Ержан оны ұратын шығар? Білмедім бұдан, естімедім. Не болды екен? Сен алып отыршы енді мұны. Алып отырыш, ол қайтесің онда үлкендердің арасына жұмыстарына араласпа. Өздері шешеді ғой. Алып отыр, поташы, алып отыр. Апа.
Мама қайттан іше бастады. Өмір бойы соның азабын көргенмен Дамир де солай қиналған қаламай. А сіз маған араласпа дейсіз. Бұл доп саған нокаутирующий ударларды үйретеді. Мына кішкентай допты қарсыласының 2 секундер есепте. 2 қолмен кезек-кезек, қат тұрма. Жай баста. 1, 2, 1, 2. Контроль жаса өзің. Защитаны ұмытпа. Жай, осылай. Сен де біреуге жынданып тұрсың ба? Интернаттың директорын. Мен саған қанша ескерткен. Рингте жауда дұшпанда болмайды. Тек қана қарсылас болады. Эмоцияға ерік берме. Түсіндім ағай. Болды, тоқтат. Өзіңе сену мен сенімді болу екі түрлі нәрсе. Бұл саған кедергі келтіреді. Не айтып тұрғаныңыз түсінбеймін. Рингке келешіп шақырылады. Қызылбұрыш, Базарбаева Диана, Алматы облысы. Көкбұрыш, Сакенова Зарина, Алматы қаласы. Ол кішкене аласа болса, көресің ба? Тексер. Қашып кет, дер кетеді, қашып кет. Келді мынау, момент келді ме, астынан, жанынан. Нұру, по корпусу, түсінің ғой, Бұл жекпе-жекте айқын басылықпен жеңіске жеткен Сакенова Зарина. Саламатсыз, папа. Не үшін шақырдыңыз? Қалай? Не болды? Төбелесің қалай өтті деймін? Төбелес емес, апа, жекпе-жек. Мен жеңдім. Бәрекелді, құтты болсын, құтты болсын. Мен сенің қол аяғың аман есен келсе екен деп, Алладан тілеп отырдым ғой. Уайымдамаңызшы, апа. Отыр. Мен өз салмағымдағы ең мықтысымын. Зарина атай, мен саған бүгін бір нәрсе бергім келіп отыр. Бұл тұмар. Саған. Бұл тұмар әйел затының табиғи болмысын дамытуға көмектеседі. Түсінбедім. Сен 16-ға келдің. Бой жеткен қыз болдың. Ал сен болсың, шалбарланып аласың да, төбелесесің де жүресің. Апа, енді көйлек киіп үкі тағайын ба? Ауылда сенің жасыңа келген қыздарға жігіттер көз сала бастайды. Апа, сыйлығыңызға көп рахмет. Мойныңа тағып алуды ұмытпа. Иә, апа. Ойнала. Мен енді бара берейін жүре ма? Рахмет, апа, көп. Сау болыңыз.
жақта Олан. Не Олан? Олан директормен төбелесіп қалды. Қалай? Директор оның телефон тартып алды, ал Олан жынданып оны бір ұрды. Сосын айтсай тез. Директор оны ұрып тастады. Жаңа ғана оны ауруханаға алып кетті. Мұрны және басқа жері сынған сияқты, білмеймін. Вот сволочь, а? Көреді әлі. Сен оған не істей аласың? Ол директор ғой. Білмеймін пока. Көреміз. Бокс стоп. Ал сіз өзіңе қатты сенбедіңіз. Ұрдың, құлады, көрдің, осы жерде тоқтауың керексің. Брейк деген сөзді естігеннен кейін ұратын болсаң, сені біріншіден ұпайыңды кемітеді. Енді оның қайттан тұрмайтынына сенің болу керекпін ғой? Тоқта. Екіншіден, ереже бұзғаның үшін сенің квалификацияңды жояды. Да? Үшіншіден, қарсыласыңа ауыр соққы жасадың ба, ол ертең ауыр дертке ұшырауы мүмкін. Ой, ағай, прям ондай болмайтын шығар енді. Сенің басты қателігің бар. Сен өз-өзіңе контроль жасамайсың. Короче, былай. Сен өз характеріңмен жұмыс жасамайынша, мен де сенен тренировка жасамаймын. Все. Түсінбедім. Жеңіп жатсам да жақпайды екем, я? Ладно, сау болыңыз. Сәлем. Не істеп отырсың? Боксерлардың бойын қарап жатырмын. Прикинь, мен олар сияқты прием жасайды екен. Маған ешкім үйретпеді ғой. Прикольно. Ладно, давай. Қайда? Тренкаға. Қазір ме? После обеда баратын едім. Расписание ауысты. Пока. Пока. Неше қыздар не істедіңдер? Ой, бар, демалдық қой гостиницаға. Сен кетіп қалған дұрыс болмады. Неше? Қазір. Дұрыс бар, демалып сен. Сәлем. Аха. Не қарайсың не? Мен мұнда тренироваться етейін. Ал біз марада демалып отырмыз. Сен одан да аяққа ұрғынеш? Что там? Зара ма? Ей, Походу. Не вот. сен онда барып келме. Все, дейді, так тосылып. Сестренка. Кетші. Баршы, баршы, баршы. Давай, кел. Тихо, жігіттер. Тұр. Не olur қалыңдар. Все, жігіттер. Қатырды ма? Нормально все. Кетіп қалса. Не араласасыңдар? Айттым мен сендерге. Зарина, мен сөзім ойладың ба? Иә, Сонымен? менікі дұрыс болмады. Немене? Менікі дұрыс емес. Түсінбедім. Бері қарап айтшы. Бері қара деймін. Мынауың не сұмдық? Кешіріңіз. Не, біреуден таяқ жедің бе?
Иә. Дұрыс болған. Бұл саған сабақ болады. Жалғаста жатыр. Жаңадан шыққан ережені естідің ма? Қандай? Директор жаңа ереже шығарды. Енді далаға шығуға болмайды. Тіпті демалыс күнде. В смысле болмайды? Менде разрешение бар? Енді болмайды. Тоже мне. Менде скоро жарыс, маған дайындалу керек. Егер карцерді сағынсаң, онда оған бірден деп көр. Сая, сен әлі түсінбедің ба? Мен оның ережесімен жүрмеймін. Соған не істей аласың? Бір идея бар. Сен көмегің керек. Менсіз. Мен бұл жерден аман есен шыққым келеді. Ей! Саған айтам. Қатының әлің жетпеген соң, өшіңді бізден алып жүрсің ба? Не? Қатының әлің жетпеген соң, өшіңді бізден алып жүрсің ба дейм? Сен не деп тұрсың, а? 4 күнге тоң қамалдың деп тұрма, сенімді! Не тұрсыңдар, құрбан? Ағай, ауырады. Сендер не тұрсыңдар? Жоғалып көзімді! Ағай! Бас! 4 күннен кейін қалай сайрағанын көрейін мен сені! Бас аяғыңда! Aramız endi Kaladın endi Alız Ozadın endi Amal var mende Amal var mende